қармап қойса 2-3 күнге емел кетпейді екен. Біз Ханафи мазхабтарымызды мақтанамыз да. Абу Ханифаның беттеріне намазда тура, Абу Ханифа рахматуллах красавчик болған. Құсы болған, қандай киініш білген. Абу Ханифа рахматуллах пешінде оқып кетсе, әсірде келген адам, Абу Ханифа шетте намаз оқып тұр дейді да. Емесі қалады ланы. Фриятты закон қалады да. Мұсылмандар біз тазалықта да үлгі болушымыз керек. Маршруткаға шығып, сенің таксиңе шықсың, машалла такси айдайсың, шыққан адам, қайрашуға шыққысы келіш керек. Ана сигарет жыттан тұрсаң, ана көшеде халқып, насыбайыңды түкіріп тұрсаң, сигаретіңді ұлып тұрсаң, мен кейбір айтам, баяғы, әл-хикмату даллатыл муъмин айна ваджадафу ахақу биха. Хикмат мұсылманның жоғалтқан нәрсесі. Қайсы жерде көрсе алыш керек. Мен Қырғызстанда көп ваз қылып отыр. Вазда мына орыстардан ала тұрған көп мәселе бар. Пешоходты обязательно өткізесіңдер, тура ма? Өткізбей көрші. Екінші полосаны тауырады деп өткізеді, тура ма? Маргат жаққаны, маргат еткені саған дуа қылғаны оратады. Қырғызстан Қошқа барып тұрып, тауыратын жаңын, мана Питерде бетте жүріп сигнал бермейді. Мен дайым вазда етемін. Сигналды масқа береді, жамалға береді. Адамға бере бермесең. Алсақ бола екен? Негізі бұл нәрсені біз үйретішіміз керек. Мана яқтан барғанда шу маданият бір нәрселерді алып барыш керек. Бұларға да бір нәрселерді берішіміз керек. Тазалық менен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірінші түйген не екен? Жипар жіп болды. Екіншісі Құррату айни фиссала, пайғамбардың көзі долларды көргенде сүйінбейді екен. Алтынды көрген намазда тұрғанда қуанады екен. Неде? Намазда тұрғанда. Бізде daha намаз болды дейсің. Футбол ойнап намаздан болып қалды. Сенің пайғамбарың нені жақсы көреді екен? Намазда тұрғанда көзі қуанады. Бірақ біз екеуін алмайды да, біздің мұсылмандар көп үшіншісін алып алады. Ан-ниса, аялдар деген, некедегі айтты. Пайғамбар аялдар жақсы көрді, біз аял жақсы. Сен екеуін айтпайсың мұнда. Тазалықты, жипар жыттанғандықты, намазды жақсы көріп, аялға келгенде қиын болып қалады. Қысқасы, келіңіздер, құрметті мұсылман бір туғандарым, ана бөтен ел башқа жерде жүргенде біз ең жақсы маданиятты болушымыз керек. Динimiz adab axloq. Dinimiz madaniyat. Өте ұлы дин бар. Қараңда бір жазушы жақсы бір киноға сценарий жазып берсін, чәтке. Ролды актер ойнай албаса киноның бір басы болады? Жоқ. Dinimiz ушундай дин, ұлы дин. Біз ролды ойнай албай жатабыз. Көргөндөрдү ыйлаткан жокпуз да. Көрүлгөндөр тасвирленген жок. Туура? Ошого биз артта калып кеттик. Бир убакта мынаны 10 кылым алдын карагы. Европа, Америка бардыгы медицинаны бизден мусулмандардан алган. Алгебра, химия, башка бардык илимди бизден эме болгон. Saatты да биринчи ойлоп тапкан ким? Мусулмандар тапкан. Бүгүн биз балаларды башкалардын эмесиге таң калып отурабыз. Биз качан ошо динибиздеги Аллах Таала оку дегенди, Пайгамбар Сахил Бухари, имам Бухарida 106 hadis ilimge çakırdı. Bizde ilim üniversitede bütkönden ki sredni şkolda bütkönden ki tokta değil. Utlub ilme minel mahdi lele. Beşikten mürzöge çeyin. Kaçanla? Beşikten mürzöge çeyin. İlim talap kulu da erkekler aslında ayallar arasında gelmez. Talab bil ilmi fariyat ala kulli muslim ve muslim. İlim talap kulu her bir erkekten her bir ayalın farzı değil. İlim talap kulu da dinimiz bir granisa koyup olmaz. Kırgızistan'dan çıkmadı mı? Xitaydan bolsa da barıp ilim aldı. İlim talap kılуда Peygamber bir gana Müslümanlardan aldı genimiz. Ошондон ilim alalı, madaniyat tuğulalı. Eng dağı ulu nerseler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kebir günölerdi keçire turgan nerse tenemdi, bala çakamdı, adal emgek menen dep, bagam dep çarçap kalgan кезде Allah көп günöler keçiredi. Amin.